Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Wizard KZ. Бүгін біздер Пасторикінің екінші бөлім түсіретін боламыз, ал ендеше видеоға кеттік. Әдеттегендей достар, мен сіздерге топ подписчиктер тақтасын ұсынатын боламын. Маған әрине бір подписчигім тіркелді, оның есімі Қазақ баласы. Қазақ баласы. Мінекей достар, осы топ подписчиктер тақтасына сіздердің аттарыңыз тұрған қаласаңыздар, лайк басып, арнама тіркеліп, комментке мен тіркелдім деп жазып кетіңіздер. Сонда мен комментарийді оқимын. Сенбесеңіздер жазып көріңіздер. Мен сіздердің жазған сөздеріңізді оқып, осы жерге аттарыңызды шығаратын боламын. Ал ендеше видеоға кеттік. Так, достар, мен сіздерге айтқан болатын 5-ші этажға дейін көтеремін деп айттым. Мінекей 5 этажға дейін көтердім. Мынау менің болашақта видео түсіремін ғой тағы. Алда дейін болашақтан емес. Соған арнайы бұл менің үйім, короче, міне. То есть квартира, пәтер ғой. Міне ана кухня, ана жақта тамақ жейтін жер. Мынау жаңа сіздер көргендей менің ұйықтайтын комнатам. Мына жақта фотоларым тұрады. Ал мына жерде бүйтіп теледидар көріп отырамын. Төбеде теледидар ілініп тұр. Мынау менің тренировка жасайтын, короче, комнатам. Ал ендеше көп созбай сыртқа шығайық. Мінекей, қарап алыңыздар. 5 этажға дейін жасадым. Мынау 4-ші этаж, 3-ші этаж, 2, 1-ші этаж. Бірақ іштері пустой, көрсетпей қойын, дым жасаған жоқпын. Сыртында міне әдемілеп жасақ қойдым. Мына жерде біреудің типа машинасы болады, көшіп келген сияқты. Вот, мінекей, осындай. Осы видеоны түсінбей жатқандар болса, осының алдында Пасторика 1-ші бөлім бар, соны көрсеңіздер түсінетін боласыздар. Бүгін біздер не саламыз? Әрине, осы жерге магазин салатын боламыз. Так, достар, заттарын алып алдым. Ондайше Пасторикамызды бастай берейік. Так, мына жерден жол болса, осайынан жасайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Себебі полын көтерім, сосын 7 бола береді. Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 боласасын. 20 алдарсам да кетер. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Все, мінекей. Так, енді мына шетін до конца қосасамыз, апарамыз. Ал сіздер, достар, дәл қазір құрып отпай, астыға түсіп, арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. 2, 3, 4, 5, 6, все болды. Осындай видео көп шығаруға тырысатын боламын. Так, енді қабырғасын түгел бетонмен жасаймыз, полына дейін бетон қыламыз. Так. И осылай полный төсеп шығамыз. Бұл видео менде қазір 22-ші ақпан. Ертең 23-ші салам. Сол кезде сіздер 23-ші көресіздер. Себебі мен видеоны мысалы айтайын. 25-і видеоны түсірдім. И бір күн өткен соң 26-сы сөйтіп салып жүрмін. А то видео салуға уақыт жоқ. Кейде бір күнде түсіріп, и соны түнде салып тастаймын. Бұл видео ертең салынады, болмаса бүгін түнге таман салынады ғой. Короче, солайынан ютубқа салып жүрмін. Сол үшін сіздер еңбекті бағалайды деп ойлаймын. Лайк бас, аямай лайктарыңызды басып, тегін лайкмен тегін подписка ғой, аямай жаз кетіңіздер. И комментке өздеріңіздің
короче мен түсірген кезде қалай түсіремін, жаман түсіремін ба, жақсы түсіремін ба, короче соңынан өз ойларыңызды жазып кетесіздер. Контент ұнап жүр ма или ұнамайды, басқандай не түсір десеңіздер түсіремін. Если че посылканы дұрыстап адам ұқсап түсіретін боламын. Жоқ бүйтіп ойлап қалмаңыздар, неге қазір сонда ит сияқты түсіріп жатсыздар ма деп. Негізі олай емес, нормально түсіріп жатырмын, бірақ сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Так. И 5 болсасыншы жарайды. 6 болса ешкім төбесі биік болып кете ме екен. 5 бола берсін. Ананы салдым, жолдарды кішкене жасадым, қостым. И анан, короче, есік алдын жасадым. И все болды. Басқа дымға тиіспедім. Себебі келесі бөлімде түсірем дедім. Түсіргенге әдейі қалдырып қойдым. Так, мына шеттен терезе болмай қойсын, себебі жақта кіреберістің қасына сатушы отырады, мына шетте болсын терезесі. Ой, ой. Так, осылай, и осылайынан. Так. Мына шеті осылай. Ой, ой. Так, осылай. И вот осылай. Енді арт полный терезе болмайды емес, болады. Так, осылай. И осылай. Мынаны апсаймыз да, мынаны былай көтереміз. Достар, мен сіздерге онлайн бетварс түсірейін десем, просто короче бір жақта интернет дұрыс ұстамайды. А то мен сіздерге бетварста қалай ойнайтынын көрсетейін дегем, бірақ мықты ойнаймын деп айта алмаймын. Короче, слабый ойнаймын ғой, қарсыластарға жете алмаймын, қарсыластар мощный ойнайды. Телефонмен ыңғайсыз қиындау екен. Компьютермен ойнай шығар. Так. И мына шетін осылайынан. Так. И сосын осылайынан мына шет екі терезе болсасын. Вот, міне достар. Енді мына шеттерін жауып тастаймыз. Хоп, хоп, хоп деп тез жауып тастаймыз. Хоп, хоп, хоп. Мына шетін хоп, хоп, хоп. Мына шетін хоп, хоп, хоп. И мына соңғы жағын хоп, хоп, хоп дегіземіз. Болды, мінекей. Енді терезелерін тез орнатып тастайын. Достар, бұл версия сіздерге ұнап жатса, версияның атын бірінші бөлімде айтқан болатын. Ал если білмейтін болсаңыздар, версияны дәл қазір айтам. 1.1.5. Мен осы версияда өзім ойнаймын. Бұда бетварс ойнауға болады. Если що, сіздер бетварста қалай ойнаймын деп таппай жатсаңыздар, комментке жазыңыздар. Келесі видеода Пасуриканың 3-ші бөлімінде видеоның басына көрсететін боламын, короче. И сол үшін арнама тіркеліп, қасына колокольчикті теріс қойыңыздар, сонда алғашқы видеоларым сіздерге шығып тұрады. И керекті ақпараттарыңызды айтсаңыздар болды Майнкрафт туралы, мен сіздерге айтып отырамын. Так. Осы видеоны до конца қолдайтындарға от души рахмет. Осылай 40 подписчик 50, сөйтіп 100 подписчикке жетсек, күшті оқашын. Бір рахат алып, сіздердің арқаларыңызда. Давайте, достар, 40 подписчик сөйтіп 100-ге дейін жеткізейікші. До конца өтініш қолдаңыздар. Мен де сіздерді қолдаймын, если что. До конца осы каналды дамытайық. Дерзкий видеолар түсіруге тырысам. И все болды, төбесі жабылды. Так. Бұда фонар жоқ қой деймін. Так, фонар жоқ. Оны ше полды
бұрыш-бұрыштарынан аны орнатып шығайын. Сатушыға біреу, мына бұрышқа біреу, мына бұрышына біреу, мына бұрышына біреу. Вот, міне осайынан. Енді ортаға осай кіреңіз әдемі көрінсін деп жасап қойайын. Енді осай адамдар өсіп шығып кіріп жүреді. Мынаны таки дұрыс жасамадым. Так, осай и вот осай. Міне, но біздің не, короче, магазин. Төбесіне М деп жазып қойсайын. Так. Ой, ё-моё. Ой, мыға ұқсамай алды ғой. Вот, міне, М деп четінде тұрсын әдейі. Әдемілікті көрсетеді. Ал мына шетте сатушы отырады осайынан. Мынадан дәк. Ой, ё-моё. Қазір достар, видеоны қайттан бастаймын. Вот, мінекей достар, сатушының жерін осайынан жасап қойын, бүйтіп отырады да. Адамдар болса, бүйтіп заттар сатып алады да, осы жерге алып келеді. Дәк, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 бола берсін, 7 қылмай қойын. 7 слишком ұзынырақ болып кетеді. Видео нормально уақытқа жетіпті ғой. Инадан осайдан 2 блок бола салсын. Нормально болады деп ойлаймын. Ал мына шетті былайынан жасап қойын, себебі ішінде, короче, заттар алып келеді ғой, заттар жасайды. Товарлар алып келгенде осы жерге салады. Так, мына осайынан киім болып қала берсін. Мына шетке осай, ой, ё-моё. Осайдан есік қойайын. Так, сундук. Сундук и рамка. Сундук қойып қоямыз. И мына шетке рамкаларды өсіп толтырамыз ғой. Так, достар, видео ұнаса тағы да әдеттегідей арнаға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар. Вот, мінекей. Мына шетке қойла ма? Қойла дегенше болдым да. Маған да керек сол. Қойылса тіпті жақсы. Достар, сіздер ойлап жүрсіздер, әлі микрофон алмадым ма деп. Я негізі әлі микрофонға ақша жинап отырмын. Самый мощный, жақсы, крутой микрофон деп айта алмаймын. Бұлай видео түсіруге жарайды. Бірақ ол дауысында, короче, жазған кезде бір түрлі қылып шығару мүмкін, андай чала болшы еді, короче, мойынға іліп қоятын шыныры бар. Сондай ғой, короче. Сондайды сол микрофонды барып сата аламын. Так, міне осайынан сатады. Мына шетке склад болады, типа кіреберістен алып келеді да, сатады. Вот, міне. Магазин адыма келесі бөлімде бір дерзкий үй салатын боламыз. Все, есігін жаптым. Да, шеттен әлі жолдар салған жоқ. Келесіде бар ғой, көре жатармыз не салатынымызды. Әзірге магазин салдық. Ал достар, сіздермен болған Визард кезет, аман сау болыңыздар.